Әнде бүгінгі спектакльлердің рухи, yönelişi başqacha. Zaman tәлі шундaq болуш керек. Пластикаға, қысқы сөзге, әр түрлі эпизодларға, сюжетларға көбірек мән бердіғалық көрініп тұрды. Мен ойлаймын, бұны келечекте мұшу yönelişini театр давамлаштырса дұрыс болды деп ойлаймын. Біз еңіліктен, zaman нәпәсіден кейін қамышымыз керек. Қадам ташлап меңішіміз керек. Шуның үшін театрның актерларға мен муаффақат тілеймін, бак үшін селіп, өзлерінің таланты білән қабілетini пайдаланып, бүгінгі спектакльні муаффақатлық өткізді деп шешіліп ете алаймын. Мұш театрымыздың өмірі ұзақ, келечекте мұшының 100 жылықларда мұшындақ нишанлашқа, мұшындақ спектакльлерін көрішке несіп болсын. Ұйғыр театрында бүгінгі заманға сай өзі синтезделіп қойылған костюмдері, оның жаңа қаншама үлкен спектакльдің ықшамдалып, осы сахнаға жасалып қойылудың өзі маған көңілімнен шықты, қатты ұнады. Бұл біздің еліміздің прото тарихы, осының бәрі өте бір жақсы берілген. Осындай қойылымдар құтты болсын. Ұйғыр театрының тағы да репертуары көбейіп жатыр. Осыны ұйымдастырып жатқан директор Дилмұратқа, режиссеріміз Фархатбекке мен алғыс айтамын. Үлкен толағай табыстар тілеймін. Қазақ классикасы ұйғыр театрында болудың өзі үлкен жеңіспен пара-пар былайын шыққан кезде. Мынандай үлкен дүниені сол ұйғыр мәдениетіне, ұйғырдың жаңағы салт дәстүріне, жалпы сол жұрттың, сол елдің темпераментіне мына бағыттап жасаған қойылым екені көрініп тұр. Декорациясы да меніңше үйлескен, әрбір актердің ойындары барынша мына бояу қанық, жалпы мына монументалды, мына үлкен бір кесек бояулармен жасағаны көрініп тұр. Суреткердің, бұл жерде енді режиссердің айтпақ ойының бәрі түгел оқылып тұрды. Мен барша ұжымды құттықтаймын. Және осындай мүмкіндік тудырған ұйғыр театрының басшысы Дилмұрат бауырымызды құттықтаймын.